Ассалаумағалейкум, құрметті спорт жанкүйерлері. Қазақ ринг Ташкенттен эфирге шығуды жалғастырады. Бүгінгі біздің жылжымалы студиямызға әлем чемпионы Санжар Ташкентбай мен күміс жүлдегері Дулат Бекбауов келіп отыр. Ассалаумағалейкум, жігіттер, тағы да бір рет құттықтаймыз сіздерді. Медаль иеленген кейін қандай сезімде болдыңыздар? Екеуіңіз де дебютантсыз, үлкен чемпионатында. Дулат, сенен бастайық. Уағалейкум ассалам, рахмет көп, Алла разы болсын. Енді өте қуаныштымыз. Енді алтын алам деп келдік барлығымыз. Аллаға шүкір, енді бұйырғаны осы күміс болды. Құдай қаласа бұнымен тоқта қалмаймыз. Енді иншаллах әлде жасалынатын жұмыстар көп. Құдай қаласа сол үшін әлде еңбек етеміз. Қазіргі уақытта өкініш па сондай, может, наоборот, жібере салдың бәрін? Қандай сезім? Жоқ, енді өкініш. Қолымнан келгеннің бәрін істедім. Енді ол Азия чемпионатында ол баланы жартылай финалда ұтқан едім. Бұл жолы енді өз елінде ұтылып қалдық, енді бұйырмаған екен. Құдай қаласа енді иншаллах тағы да кездесіп жатсақ, енді ол да мүмкін ғой, бір-біріміздің кездесу иншаллах. Бір салмақта болғаннан кейін иншаллах қайтарамыз деген үміттемін. Сол үшін жақсылап жұмыс жасаймыз. Енді Санжар, әлем чемпионысың. Кезінде жастар құрамасында әлем чемпионы болғансың. Енді ұлттық құрамаға келіп, бүкіл специалистер Ресейден болсын, Өзбекстаннан болсын, мен оқып отырмын ғой. Санжар Ташкентбайдың сондай өзінше сондай ерекше бокс стилі бар. Зрелый, опытный сондай. Хотя жасын 19-да, бізде Қазақстанда 19-да болған чемпиондар бар ма екен сондай. И сен бүкіл қазақ елін қуантып, алтын медальмен қалай жеттің соға? Бірақ біз білеміз ғой, постоянно сенен жүреміз федерацияның ішінде, бірақ өзің айтып берсең. Біріншіден ассалаумағалейкум. Аллаға шүкір, альхамдулилля деттеген мақсатымызға жеттік. Конечно, болған үлкен тергетті үлкен ағайлармен, өзіміздің командамен, сборда қанша дайындалып, әр спортсмен мақсаты ғой, арманы бол, әлем чемпионы бол. Аллаға шүкір. Осы молодежьбен чемпионат Мейрам Памушкам екеуі екі түрлі, екеуі несі. Сол Аллаға шүкір жеттік. Памушкам қиын. Памушкам қиын, деңгейі үлкен ғой Памушкам. Ең қиын жекпе-жек қандай болды Ташкент төрінде? Ташкентте 4 жекпе-жек өткіздім. Төртеуі де негізі қиын болды, әр жекпе-жек. Финалдық жекпе-жек қиындау болды, соперник кішкене ыңғайсыз болды. Бірақ Аллаға шүкір, ағайлардың айтқан тактикасымен рингте бәрін қолданып, жеңіске жеттік. Дулат, сен үшін ең қиын жекпе-жек. Финалда айтпасақ, сен мен 5 өткіздім осы әлем чемпионатында. Мен үшін ең қиынды жекпе-жек ол. Әр жекпе-жек өзінше қиын ғой негізінде. Бірақ енді бұлай атап өтетін болсақ, индус боксшысымен қиын болды. Өйткені неге десеңіздер, өте лас бокстасты ол боксшы. Және де бірінші раунд 3-2 ұтылып жаттым. Енді Аллаға шүкір, бапкерлеріміздің қойған тактикасымен екінші, үшінші раундта жақсы ұрып алдық оны. Ағайлардың тәжірибелер ғой, өте тәжірибелі бапкерлер біздің құрамадағы. Әр бапкерді алатын болсақ, сол кісілердің айтқан тактикасын дұрыс қолдандық. Аллаға шүкір, дұрыс қолданғанымыздың нәтижесі біз оны бірінші раунд 3-2 ұтылдық, екінші раунд 5-0, үшінші раунд 5-0 ұтып алдық. Сол ең қиын сол үндіс боксшы Индия болды ғой. Андай грязный боксшы дегенде өте лас боксшы екен. Сасып қалған кезде, мысалға клинчқа кірген кезде арттан ұрып жатыр, шынтақпен ұрыпшы. Атак бүкіл жекпе-жектер қиын ғой, бірақ енді ең лас боксшы сол болды. Финалда да өзбек боксшысы. Бір рет емес, 2-3 рет баспен кіріп кетті. Оның тактикасы все для победы дейді. Все для победы болған кезде енді бұлайын шынына керек, енді боксаспады ғой, қашқаннан басқа. Енді іштей бәрібірде енді финалға жетіп тұрып алтын алғым келеді ғой, енді қолымнан келгеннің бәрін жасадым енді. Біз көрдік, бәрін бердің рингте.
ағайлардың емес, жалғыз өзімнің енді дұрыс емес тактикамда Ағай деп туралы ойлаймын. айтып берсек енді. Нұрлан Құрбеков, Нұрекен бар. Сол туралы. Бас бапкерден бастайық, ағайлардың өйткені бізге Бас бапкерлерге жеке айтамыз. жеке айтамыз ба? Мырзағали ағамыз туралы. Өз жеке бапкерім туралы айтатын болсам, Нұрлан Ағырбеков өте тәжірибелі бапкер. Бақтияр ағадан бастап қанша олимпиист берді мысалға осы қазақ еліне. Бақтияр ағамыз олимпиада чемпионы, кубок велобаркер егері, 2 олимпиадаға барды. Одан кейін Ғани Жайлауов, Олжас Сәттібаев, одан кейін Әбілхан Аманқұл, өзімнің бауырым, әлем чемпионатының күміс жүлдегері болды. Қазіргі таңда профида бокста жүр. Міне Аллаға шүкір, одан кейін менімен жұмыс істеп, міне Құдайға шүкір осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Енді бұнымен тоқтап қалмаймыз. Иншалла қателіктермен жұмыс жасалынады бапкеріммен бірге. Енді Құдай қаласа жақсы нәтиже болады иншалла. Жамбыл бокс мектебі десең, Нұрлан Ағырбеков есіне келеді. Сондай талай поколениемен жұмыс істеп. Санжар, сенің бапкерің. Өзі сен де жассың, бапкерің де жас негізі, иә? Бапкерім? Иә. Басқа ағайларға қарағанда, иә. Нұрлан ағаға қарағанда. Бапкерім Нұржан Асан аға екеуміз 2017-те бокс бастағанбыз бірге. Ағайға бірінші өзім барып. Аллаға шүкір, көп алға мақсат қойдық осы. Бірге келдік қой, қанша тактика құрдық, қанша мақсат құрдық ағай. Жеңіске жеттік, Аллаға шүкір бүгін. Ағайдың қуанышымызда шек жоққа айтып кетті ойым. Әлі ағаймен сөйлескен жоқпын, ағай. Паника өзі не болып отыр? Уақыт жоқ, жанкүйерлер сені ұстап баларды мен өзім көрдім. Фотоға түсіріп. Ағайымды өзім өте қатты сыйлаймын, өзім жақсы көремін. Иншалла алда үлкен белестер бар, Алла қаласа бағындыру керек бірге. Алла қаласа. Дулат, сен бұрын көрермен солай жазып жатыр. Бұрын Дулат қайда болды? Азиядан сені көрдік, Аманнан до этого енді сен қазір 26-дасың, иә? 28-де негізі дұрыс жазбаған ол жерге. Иә, мен 95 жыл, 28-ден. Оға дейін енді бұйырмағанда, енді оның алдын мысалға ұлттық құрама олимпиадаға дайындалып жатқан кезде, олимпиада уақытында мен кәсіпқой боксқа ауысып кеттім. Лондонда 4 ай сонда тұрып, сонда жаттықтым. Сонда Қазақ Сұлтан деген бапкеріміз, сол кісі өте жақсы дайындады мені. Енді одан кейін мен Сербияда әлем чемпионатына қатысу үшін қайттан Қазақстанға келдім. Енді ол кезде Абылайхан бауырымыз барды. Одан кейін Қазақстан чемпионы болдым, Аллаға шүкір Оралда өткен турнирларды ұттым. Азияға бардым, 2-ші орын алдым. Міне Аллаға шүкір. Әркімнің өз жолы бар дейді ғой. Енді бұған Аллаға шүкір еңбекпен келдік. Еңбек, төзімділік, шыдамдылық. Енді оңай болған жоқ. Енді әркімнің өзінің жолы бар. Ешкімдікі оңай емес деп ойлаймын мен енді. Менікі өзім үшін енді оңай емес болды. Аллаға шүкір енді жақсы нәтижеге жетіп жатырмыз. Бұнымен тоқтап қалмаймыз ғой, Құдай қаласа. Хумо аренада 12.000 адам жанкүйер болатын жер. Мұз айдыны дейді ғой, үлкен арена сондай. Санжар, сен де өзбек боксшымен кездестің, Дулат, сен де қалай негізі психология жағынан трибуналар давление жасамай ма? Қазақтарды естідіңіздер ме? Иә, ол кезде өзбекпен шыққан кезде, наоборот, өзбектерден қарағанда қазақтар көп болды. Қазақтар, поддержка өте күшті болды. Қанша қазақтар келді, Қазақстанға? Қанша қазақтар келді. Бүкіл қалалардан сөйлескенде Атырау бар, Алматы бар, Маңғыстау, Астана. Астанада өзім бауырларым да келді қолдағы. Соған да үлкен рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Психологиялық тұрғыда ешқандай ондай не болған жоқ. Өйткені неге десеңіздер, Хумо аренаның жартысы өзбектер болса, жартысы қазақтар. Біз үшін қатты білінді, қолдаулар өте қатты білінді. Жаңа бағана екеуміз награждениядан келсек, мырзаға айтады, бүкіл халық сендерді күтіп тұрып, барып суретке түскендер, 40 минут сендерге беремін деп. Өте Алла разы болсын, енді біздің болельщиктер енді мықты болеть етті біз үшін. Енді психология ондай давление болған жоқ, потому что біз
күнде біздің психолог апайымыз бар, Ғалия Нұрбекқызы. Сол кісіге алғысымызды білдіреміз. Неге десеңіздер, күнде жекеге шығып, бізбен күнде сөйлесіп отырады. Өзіміздің бапкерлеріміз сияқты одан кейін де мысалы күнде сөйлесіп отырады. Күнде видеомен, аудио жіберіп, күнде сөйлесеміз. Міне бүгін осылай деген сияқты. Ол кісіге де рахмет айтамыз енді. Біз Ташкентке келгенде бірінші посттарымызды жазғанда, біздің боксинг Қазақстан аккаунтта, сонда біздің бәрі чемпион болмайды ғой. Әрине. Сол бірінші, екінші бала шығып кетіп, әлем чемпионатына, содан кейін пікір жазып жатыр. Мырзағали Айтжанов не үшін келді деп, басқа тренерді алып келіңдер деп, комментарийлар сондай. Жаманды ішінде де жақсы, хороший, плохие были, да? Солай айтсақ, қазіргі уақытта бәріміз Мырзағали Айтжанов өз орнында деп, легенда вернулась деп, солай жазамыз. Без финалист. Ол өте үлкен тәжірибе. Мырзағали ағады үш сөзмен айтсақ, сипаттап өтсеңдер. Үш сөзбен Мырзағайды ма? По отдельности. Сен үш сөзбен. Өте опытный кісі. Опытный, тағы. Өте сабырлы. И әрқашан қай жерде қалай сөйлеу керекенін білетін кісі ғой. Мен айтайын дегенімді айтып қойды. Мен не айтам енді, өте тәжірибелі кісі. Мотивацияны мықты береді. Басқа кейбір бапкерлер мысалға рингке шыққан кезде, мысалға бірінші раунд ұтылып келгенде басқаны сұрай береді, либо болмаса кейбір жаттықтырушылар жанып кетеді да, мысалға. Енді паниковать етеді, ойбай ұтылып жатсың деп. Ал Мырзағайда ондай жоқ. Жақсы, өте жақсы. Сәл қосасың, құдай қаласа екінші раунд саған береді деп. Өте сондай, өзінің мысы бар да, мысы бар кісі да. Ол кісімен шыққан өзі, рингке шыққан өзі бөлек. Ағайымызға, бапкерімізге алғысымызды білдіреміз. Біз енді ең бірінші Аллахтан қалауы ғой, енді осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Одан кейін ата-анамыз, бауырларымыз, одан кейін осы бапкерлеріміз ғой. Осындай дәрежеге жетіліп жатқан бізді. Рахмет пікірлеріңізге. Енді сондай сұрақ, менікі емес. Өзіміз көрдім, журналистер сұрап, Дулаттан сұрашы, әлеуметтік жерде қазақ ару сұрап жатыр. Дулат ағамыздың басы бос па деп? Краш. Басым бос, бірақ та сөйлесіп жүрген қызым бар. Енді Құдай қаласа, ата-анам айтқан етін Азияға кетіп бара жатқан кезде, Азиядан кейін үйлен деп. Мен айтқам, чемпион Азия болып келем, үйленем дедім. Бұйырмады енді, күміс алып қалдым да. Чемпионат мирадан алтын алып келем, сосын сразу үйленем дедім. Специальность деп жатқан жоқсың? Жоқ. Енді Сос па? Жоқ, енді Құдай қаласа осы мирдан кейін, әлем чемпионатынан кейін, иншалла, ниет бар үйленуге. Құдай қаласа үйленем. Сөйлесіп жүрген өзім қызым бар. Шешілді сол сұрақ. Енді Санжар, папа, мамаға звондадың ба сен? Сөйлестің бе бүгін? Алтын алдың? Ата-анаңмен сөйлестің ба? Ата-анаңмен. Әлі хабарласқан жоқпын. Қазір сондай мүмкіндік болса, видеома или аудиомен сөйлессем жақсы болар еді. Бірінші впечатление болады екен. Эксклюзив ойнап. Мен әкем болды бағана. Ол сол бірінші бойдан бастап келді ол кісі. Мен айтқам, асықпай келе беріңіз деп едім, үйде шыдай алмай кеттім дейді енді. Қанша деген мен бала үшін қатты уайымдайды ғой, ата-ана деген енді. Ол кісімен жолықтым. Енді қуанып жатыр енді, сәл де болсын қуаныш бар ғой енді, баласы осындай дәрежеге жетіп жатқанына Аллаға шүкір. Ата-анам, әкем қайтып кетті уже, ауылға қайтты. Ол рахмет үлкен. Связь бар ма? Иә. Қалайсыз Рана жеңге? Мама бар ма? Біз интервью түсіріп жатырмыз. Қалайсыз анашым? Эфирда. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Құттықтаймыз сізді. Құттықтаймыз сіздерді. Камераға көрсетсеңіз. Болды ма? Үйде той болып жатыр, иә? Үйде адам көп.
үйде той болатын ма уже? Иә, тойлап жатырмыз сені. Келіп Қайсыздар? Ассалаумағалейкум. Сіздер той бастап кетсіздер ғой? Қуаныш қой енді. Қазақ елінің қуанышы. бүкіл қазақстан қазір той болып. Иә, Аллаға шүкір. Звондай, манашым бопты. Қазір шыққан соң. Иә, оның такие звондай. сәлем айт бәріне. Бопты. Рахмет сізге. Кімге, жігіттер, кімге енді бапкерлер бар, жанкүйерлер бар. Кімге алғыс айтамыз енді? Командамыз ұлттық құрамасы үлкен ғой, иә? Боксшы, бапкер емес қой, басқа да адамдар бар. Иә, менің ойым, жалғыз менің ойым емес, біздің ұлттық құрама ең мықты, әлемдегі ең мықты ұлттық құрама деп айта аламын. Неге десеңіздер, ең бірінші федерациямыздың бастығы Кеңес Хамитұлына алғысымыз шексіз, Алла разы болсын. Бізге осындай команда жинап бергеніне, бас бапкерімізге Мырзағайға, Марат ағайға, Нұркен ағайларымызға айтамыз. Және де бізді физикалық тұрғыда өте мықты болу үшін Америкадан, шетелден жаттықтырушы алып келді, жаттықтырушы тренер. Именно физподготовкадан. Донатас деген бапкеріміз осы әлем чемпионатына сол дайындады. Және де өзіміздің бапкерлерден басқа көп негізі біздің команда енді осындай дәрежеге жету үшін аты айтылмайтын адамдар көпті негізі. Иә, соғы. Ғылыми жобаның жетекшісі Ғалия Нұрбекқызына алғысымыз шексіз, Алла разы болсын. Бағана да айтып кеттік қой, психологиялық тұрғыда өте жақсы не істеді. Одан кейін өзіміздің дәрігеріміз Ирек Тапиевичке рахмет. Одан кейін біздің бойдан кейін да түнде ұйықтап жатсақ та звондаймыз массажистерімізге ше. Әлібек пен Жасұланға звондаймыз. Олар ұйықтап отыр ма, бізге не емес енді. Олардың өздерінде сол айтатыны сол. Любой уақыт звондай беріңдер деп массажистерімізге рахмет. Енді шыны керек, енді біз осы әлем чемпионатында өте жоғары деңгейде көрсету үшін өзімізді командамыз мықты болды. Ауызбіршілік бар. Әр кісінің өзінің бір еңбегі бар ғой. IBA $200,000 береді. Ол болсын, иә. Бірақ ертең Қазақстанда, қазақ елімізге оралғанда біздің президентіміз, Қазақстан бокс федерациясының президенті Кеңес Хамитұлы осы қалтасынан тағы да $100,000 береді. Сондай мотивация қалай болады екен? Боксерларға по сравнению с другими видами спорта, боксшыларымыз сондай ереже, сондай внимание алады екен, бар айтып отыр сол туралы. Мотивация үлкен ғой негізі. Адам боксқа, спортқа келгенде негізі бай болып келмейді ғой, бәрі бай болып, бәрі әке-шешесінің жағдайын істегісі келеді, бір деңгей алғысы келеді мысалы да. Сол ағамызға үлкен рахмет, Алла разы болсын. Сол мотивация болып жатқанына өзім алғысым. Қазір айтуға болады, иә? Бар ғой медальдар. Иә, Аллаға шүкір енді. Енді уже сол туралы. Дұрыс айтасыздар енді. Бірінші мотивация отбасы ғой әрқайсымызда. Мен де отбасы, мен үшін мен отбасымда. Санжар үшін өзінің отбасы. Иә, дұрыс айтасыздар енді. Ол ақша, ол лишний болмайды ғой. Мысалға, үй аламыз, әкемізге мысалға өмірінде мінбеген машина мінгіземіз, Құдай қаласа. Ол да біз үшін мысалға баласы әкесіне сондай машина мінгізіп жатса, ол үшін біз үшін үлкен мәртебе ғой. Аллаға шүкір, сондай енді қолдау көрсетіп жатқанына өте мықты қолдау көрсетті бізге. Шынымен өткенде мен интервьюда да айтып кеттім ғой, жекемізге шығып жатыр деп. Әрқайсымызға бойдан кейін міне бойларымызды көріп, әрқайсымыздың бойымызды көреді екен. Өзі көреді екен. Өзі көріп бізге міне осылай істеңдер, осылай жақсы істедің, сәл осындай дегенде, ол кісі де өзіне енді тактикасын айтып дегенде. Рахмет жігіттер, біздің студиямызға келіп Қазақ ринг бағдарламасына енді ертең шығатын балаларға өз тілектеріңізді айтсаңыздар. Асланбек, Нұрбек, Махмуд Сабырхан. Алла қаласа ертеңгі ағаларымызға иншалла ең бірінші сәттілік. Алла қаласа еліміздің көк туын желбіретіп, әнұран шырқатсын, Алла қаласа. Енді дұғада боламыз? Иә, бауырларым үшін, ағаларым үшін дұғадамыз. Енді Құдай қаласа
үшеуі де алтын алсын иншалла. Өйткені біз көп, бізде енді бізге де айтып болады, енді қазақ боксы не істеп жатыр. Жоқ, қазақ боксы жоғарыда болған, жоғарыда болады иншалла. Құдай қаласа, сондықтан бауырларыма сәттілік тілеймін, олар үшін дұға жасаймын, олар үшін өзім бойым сияқты уайымдаймын. Сәттілік. Рахмет сізге, жігіттер. Енді демалуға болады. Ертең тамақ жеуге болады. Тамақ жеуге болады. Құрметті жанкүйерлер, біздің көрермендер, кезекті қазақ ринг бағдарламасы аяғына жетті. Бізге лайк басып, комментарий жазып, бізбен бірге болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.